Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода сіздерге жөтел туралы және оны үй жағдайында дәрісіз емдеу жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жалпы алғанда жөтел қалыпты жағдай. Жөтел өкпені қақырық пен басқа тітіркендіргіштен тазартуға көмектеседі. Жөтел әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін. Аллергия, жүрек ауруы, құрғақ үй ауасы, тыныс алу жолдарындағы бөгде зат, тамақтың тітіркенуі. Дегенмен, көбінесе бұл ЖРВИ белгісі. Бұл жағдайда жөтел аурудың басқа белгілерімен бірге жүреді. Температура, тамақ ауруы, мұрынның ағуы. Үйде ауыр жөтелді қалай емдеуге болады? Үйде жөтелді емдеуден бұрын оның құрғақ немесе дымқыл екенін түсіну керек. Ылғалды жөтел қақырық бөлінуімен және өзіне тән дыбыспен бірге жүреді. Құрғақ жөтел қаттырақ үреді, қақырықсыз болады. Ол пароксизмальды көрінеді, кенеттен дамиды және бірнеше минутқа созылуы мүмкін. Егер сіз дәрілік сироптарды, тамшыларды немесе таблеткаларды қолдануды жоспарласаңыз, жөтелдің түрін анықтау маңызды. Жөтелге қарсы препараттар дымқыл жөтел үшін қолданылмайды, өйткені олар бронх пен өкпедегі шырышты жинақтауға ықпал етеді. Бұл науқастың жағдайын нашарлатады. Ал қақырық түсіретін сироптар құрғақ жөтелмен жұмыс істемейді. Дәрі қабылдамас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Ылғал жөтел кезінде қақырықты шығаруды жақсарту керек. Бұған ингаляция, массаж, жылытқыш жақпа көмектеседі. Құрғақ жөтелде қақырықтың пайда болуын ынталандыру және шырышты ылғалдандыру маңызды. Мұны істеу үшін сіз минералды сумен немесе тұзды ерітіндімен ингаляция жасай аласыз. Кеуде қуысын жылытатын майлармен сүртуде үй жағдайында жөтелден тез арылуға көмектеседі. Үйкеліс бронхтардағы өкпедегі қан айналымын жақсартады. Соның арқасында метаболизм белсендіріледі, шырыштың бөлінуі жақсарады. Бірақ жылыту ысқылауды 37,5 градустан жоғары температурада жасауға болмайды. Жөтелді толықтай емдеуге көмектесетін халықтық рецептер. Жалбыз жапырақтары емдік қасиеттермен танымал. Жалбыздағы ментол тамақты тыныштандырады және шырышты ыдыратуға көмектеседі. Сіз жалбыз шайын ішу немесе оның буларын жұту арқылы пайда көре аласыз. Тамақты шаю. Ол үшін 1 стакан жылы суға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасын және 5 тамшы йод қосыңыз. Емдеу салыстырмалы түрде қарапайым болып көрінгенімен, бұлай шаю сіздің жөтеліңізді тудыратын тырналған тамақты тыныштандыруға көмектеседі. Пияз. Керемет антисептик. Кей адамдар тұмаумен ауырғанда бактерияның көбеюін тоқтату үшін бөлмелерге пияз бен сарымсақты кесіп қояды. Себебі пияздың құрамында бактериялармен күресетін биологиялық белсенді заттар бар. Тұмаумен және жөтелден тез жазылуға көмектесетін пияздан жасалынатын рецепт. Жөтел ұлғайып кеткен болса, сүтке пияз қайнатып берген жөн. Ол үшін бір кесе сүтке жарты пиязды салып, 3-4 минут қайнату керек. Содан соң сүтін сүзіп алып ішу керек. Оны ересектерге де балаларға да беруге болады. Зімбір құрғақ жөтелді жеңілдетеді. Өйткені оның қабынуға қарсы қасиеттері бар. Тыныштандыратын зімбір шайын қайнатып, ішер алдында оны бірнеше минутқа қалдырыңыз. Дәмді жақсарту және жөтеліңізді тыныштандыру үшін бал немесе лимон шырынын қосыңыз. Немесе бу ыдысын жасаңыз. Мұны істеу үшін үлкен ыдысты ыстық сумен толтырыңыз. Эквалипт немесе розмарин сияқты шөптерді немесе эфир майларын қосыңыз. Олар да ісінуді жеңілдетеді. Ыдыстың үстіне еңкейіп, басыңызды орамалмен жабыңыз. 5 минут аралықпен дем алыңыз. Бұл будың теріні күйдіруге жол бермейді, бірақ өз кезеңінде симптомдарды жеңілдетеді. Ескере кететін жайт, үйде егер ЖРВИ-ның басқа белгілері болмаса, ересек адамда температурасы жоқ жөтелді дәрі-дәрмекпен емдеуге болмайды. Жоғарыда айтылғандай жөтел суық тиюден емес, аллергиядан, жүрек проблемаларынан немесе басқа себептерден болуы мүмкін. Бұл жағдайда дәрігермен кеңескен дұрыс. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.